Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 3 сынып 23 сабақ. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритм қолдану. Әлемнің көрнекті балалар жазушылар. Балалар, қалдарың қалай? Менде бәрі жақсы. Онда тапсырмаларды орындайық. Міне балалар, бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада сәйкес келетін сандарды таңдап ал. Суретін жазушылардың шығармаларын мен кейіпкерлерін ата дейді. Міне балалар, сіздерге қазір атап беремін. Николай Носов, бұл жақта бізде Николай Носов, бізде 140 қосу 680, 620 қосу 60. 140 қосу 680 балалар қанша болады? Сізге уақыт беремін. Балалар, енді осы жақтағы Николай Носов бірінші үй жағын көрдік пе, иә? Соқты 680. 540-қа қаншады қосақ 680 болады? Кәнеки балалар ойланайық. Әрине 140 болады. Сонда бізде 140-тағы суретті табамыз. Сол сурет Николай Носов. Осы кейіпкері тапқан кейіпкерлерін міне бізде бұл жақта суретте жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін шығармасы мен кейіпкері 140-та. Алынды екінші 620 қаншады қоссақ 680 болады? 620 бұл жарайсыңдар балалар. Әрине 60. 620-ға 60-ты қоссақ тең болады 680. Жарайсың, ал енді 680 болады, е? Ал енді соқта бізде 60 дегенді санды табамыз. 60 деген сан ол да Николай Носов деген қасында тұр. Соның шығармасы мен кейіпкері екен. Ал енді екінші алан мейлін 30 көбейту. 30-ға қанша көбейтсек 930 болады? Әрине балалар, 30-ға 31-ді көбейтсек бізде 930 болады екен. Ал енді 93-ті көбейтеміз 10, тең 930. Ал енді келесі. Ай, балалар, бұл жақта 31 деген санды табайық. 31 бізде әрине бізде 31-де аю тұр. Аюның шығарманың кейіпкерін жазған Алан Миллен екен. Ал енді бізде бұл жақта 93 дегенді табайықшы. 93 бұл жақта бізде қоян суретін берілген сәбізбен тұрған. Ол 93. Бұны Алан Миллен шығармалары мен кейіпкерлерін атап. Енді Астрид Линдгрен. Ол түзелуге қанша қоссақ 230 болады балалар? Әрине 80. Сонда 80-де тұрған бізде кейіпкердің ойынан шығармасын жазыпты. Астрид Линдгрен. Ал енді 160-та бізде әрине баланың суреті берілген күшікпен. Бұл Астрид Линдгрен оның шығармасын жазыпты. Онда келесі тапсырма. Келесі тапсырмада балалар бізде номері 2. Номер 2-де балалар бізде есепте дейді. Бұл өзіндік жұмысы. Сондықтан сіздерге шығарып берді. Ал үшінші бағымның өзіміз шығарып көрейік, жарай ма? Ал енді үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада бізде теңдеу. Теңдеулерді шығарып, мені сіздерге шығарып көрсетілген балалар. Сіздерге оқып берсем болады. Өйткені балалар, бұл жақта біз бірінші жай теңдеуге айналдырып, күрделі теңдеуге айналдырамыз, жарай ма? 988 азайту си тең 128 көбейту 5. 988 азайту си тең 640.
Си тең 988 азайту 640, Си тең 348. Сонда бізде С әрпі белгілі оруда 348. Сосын 988 азайтамыз 348 тең 128 көбейту 5. 640 тең 640. Ал енді екінші. 1000 азайту А тең 630 бөлу 2. 1000 азайту А тең 315. А тең 1000 азайту 315. А тең 685. Сонда А бізде белгілі болды 685. 1000 азайту 685 тең 630 бөлу 2. 630 бөлу 2 тең 315. 315 тең 315. Ал енді келесі тапсырма. Міне балалар, асы. Төртінші есептің асы. Сіздерге оқып берейін. Балалар, бұл Карлсон деген мультиктағы бар адам. Бұл жақта жанарына бізде 80 деп көрсетілген бірінші тапсырмада, иә? Ал миллимбайли астындендіргенде Маникалиносовта балалар, иә? Сол кезде бізде балалар сұрақтағы ұшып тұрған қызғылт-сары шашты баладың аты Карлсон екен. Сол мультфильмдегі баланың аты екен Карлсон деген. Түсінікті ме? Ал енді біз оқпен Карлсонның үйінде 240 құтты тосап бар. Оның 5-тен 1 құлпындай, 2-ден 1 қара өріктен, ал қалғаны шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құтты шем тосабы бар? Барлығы 240. Құлпынай белгісіз 5-тен 1 бөлігі. 5-тен 1 бөлігі деп жазғанда сіздерге көрсетейін. 5-тен 1 бөлігі дейінде. Қазір көрсетейін. 5-тен 1 бөлігі 2-ден 1 бөлігі дейін. Қарық белгісі 2-ден 1 бөлігі. 2-ден 1 бөлігі. Қазір сіздерге көрсетейін. Балалар, бізден 5-тен 1 бөлігі. Жарай ма? Түсінікті ме? Ал қалғаны белгісі шешуі 240 бөлу 5 көбейту 1 тең 48. 240 бөлу 2 көбейту 1 тең 20. 240 азайту жақша 48, қосу 20 жақша тең 72. Карлсонда 72 құтты шие тосабы бар. Ал енді келесі тапсырма. Ал енді әсі сенбі күні Винни Үкпек 16 килограмм бал жинады. Жинады 16 килограмм бал деп жазамыз. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балын 4-тен 1 бөлігі. Жинаған 4-тен 1 бөлігі. 4-тен 1 бөлігі жаңағыда айтқанымдай. Винни мен Үкпек бір аптада барлық қанша литр бал жинаған? Барлық белгісіз қанша литр жинаған, сонда үшін шешуін. 6 көбейту 4 бөлу 1 тең 64. Жауабы бір аптада барлығы 64 литр бал жинады. Балалар, шартын айттым ғой сіздерге. Жинады 16 килограмм бал жинаған балының 4-тен 1 бөлігі. Міне, 4-тен 1 бөлігі деп айтылды. Барлығы деп жазып, қанша литр бал жинағанын көрсетілген. Ал енді келесі тапсырма. Балалар, мен сіздерге бесті өзіміз ауызша айтып көрейік, жарай ма? Ауызша бізде болады. Ал мен бұл жақта сіздерге 7 мен 8-ді көрсетілген. 7-де ұзындықтар 1 дециметр 28 миллиметр, 4 сантиметр 5 миллиметр болатын кесінділік. Ең ұзын кесіндік, ең қысқа кесіндік қанша ұзын екендігін тап. Міне 1
дециметр деп жазып көрсетілген. Ал 8-ші тапсырмада белгісіз санды әріпімен белгілеп теңдеулерді жаз. Егер белгісіз санды 4 есе кеміткен болсақ, онда 210 шығады. Егер белгісіз сандан 452-ні азайтсақ, онда 58 шығады. Міне, сізге көрсетілген, мен жазып көрсетілген. Жарайды ма? Ал енді келесі тапсырма. Балалар, мен сіздерге 5 пен 6 тапсырманы көрсеткен жоқпын. Яғни, сіздерге оқып берейін. 5-ші тапсырма кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз, олардың мәнін тап. Қосылғыш, қосындының мәні. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Осы жақта бізде өрнектер құрастырып жаз. Өрнектер құрастырып жазғанда сіздерге осыны көрсетіп шығайын. Балалар, міне балалар, қазір көрсетемін. Міне бұл бірінші 402 көбейту. 2 қосу 160-тен бізде 964 шығады балалар. Ал енді айырманың біреуін шығарамын. Балалар, міне 860 азайту 96 бөлу 48-тен 858. Балалар, сіздерге тек қана біріншісін көрсетіп шықтым. Балалар, жарайды ма? Өздеріңізде осылай есеп шығарып үйреніңдер. Енді 6-дан 5-ке өрнектер бойынша есептер құрастыру көмдес. Бұны үйге беріп 9-ші тапсырманы ауызша орындайық. Балалар, бұны өзіміз дәптеріңізге ауызша жазамыз. Мен сізге оқып беремін. Кітап дүкенде кітап сатып алу үшін Алмас, Кәмшат, Гаухар, Болат және Нұржан кезекке тұрды. Алмас Кәмшаттан бұрын. Алмас бірінші келіп тұрған, Кәмшат содан кейін тұр Алмастан. Гаухар, Болат Кәмшаттан бұрын, бірақ Нұржаннан кейін тұр. Алмас Нұржаннан кейін. Алмас сосын Нұржан кейін тұр. Гаухар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Ал Болат Нұржанның да, Алмастың да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ. Балалар, кезекте қандай ретпен тұр дейді. Міне, Алмас сосын Нұржан. Сонда балалар, бізде бірінші Нұржан тұр, сосын Алмас тұр, сосын Гаухар, сосын Кәмшат, сосын Болат тұр екен. Балалар, бүгінгі сабаққа назарыңызға рахмет. Сау болыңдар.